Жүктілік кезіндегі анализдер. Көптеген әйелдер үшін бұл бір ауыр тіршілік. Таңда тұру керек, анализді апару керек, қан тапсыру керек. Бірақ дәрігерлер үшін бұл әйел азаматының денсаулығының кепілдігі және ол әйел азаматының өмірінің сақтаудың кепілдігі. Жүктілік кезінде бүкіл 9 ай бойы әйел азаматының ағзасында үнемі өзгерістер болып отырады. Үнемі. Сол кезінде біздің ағзамыздағы дефициттер айқындала бастайды. 2,5-3 айдан бастап барлық әйелдерге кальций өнімін дәрігерлер жазып береді. Ішіңіздер деп. Сол кезінде теншік кальций ионды формадағы 96-98% сіңімділігі бұл балалардың, баланың және әйел азаматының денсаулығына жақсартуына, иммунитеттің көтерілуіне және макро-микро элементтердің жетіспеушілігін алдын алады. 3-ші, 4-ші, 5-ші айдан бастап аяқ қолы ісініп, бүйрек жұмысы нашарлай бастайды. Сол кезінде кардицепс бұл денедегі ағзадағы бүкіл суықты алып тастайды және бүйрек жолдарының, қуық жолдарының жұмысын нығайтады, жақсартады. Келесі бұл жүктілік кезінде әйел ағзасы енді көбінесе ғалымдардың айтуы бойынша 2,5 кило, 3 кило қосу керек. Бірақ біздің денсаулығымыздың ақаулығына байланысты 4, 5, 6, 12, 15 килограммға дейін қосатын әйел азаматтарында терілері жыртылып, стрий деген пайда болады. Сол кезінде вейкан құрамында бета-каротин майы және витамин Е. Бұл бүкіл ағзадағы жасушаларды ылғалдандырады және терінің тез жүктіліктен кейін қалпына келуіне